Сәлем достар, бүгін мен сіздерге екі ярусты тойбастар корзинасының жасалу жолын көрсететін боламын. Бірге болыңыздар. Қалыңдығы 9 мм ОСБ материал керек болады. Бұны мен болгарканың өзінің арнайы насадкасымен кесіп алдым. Сонымен қатар бізге ДВП керек болады. ДВП-ны канцелярский пышақпен осылай кесіп аламыз. Белгіленген жерден канцелярский пышақпен 3 рет кескеннен кейін қайырсаңыз осылай бұрышы шығады. Сонымен қатар строительный степлер де керек болады. ОСБ-ға ДВП-ны строительный степлердің көмегімен қыстырамыз және алдыңғы жағына осындай узор салатын боламын. Мінекей барлығын дайындап болғаннан кейін поролонды қиюымыз үшін сыртқы обхватын және биіктігін өлшейтін боламыз. Жалпы ұзындығы яғни обхваты бізде 183 см, ал биіктігі 15-5 см. Екінші корзинаны да өлшейтін боламыз. Оның ұзындығы 149 см, биіктігі 15-5 см. Ашылып тұрған екі ДВП-ны ыстық клейдің көмегімен жабыстырып аламыз. Поролонды қиған кезде биіктігіне 2 см қосып 17-5 қылып кесіп аламыз. Содан кейін ыстық клейдің көмегімен поролондарымызды жабыстырып шығамыз. Поролонның сыртына синтефонмен қаптап алғаннан кейін королевский барқыт матасымен қаптайтын боламыз. Ол үшін жалпы ұзындығын өлшейміз және астына қарай 2 см тастап, жалпы қатты тартпай айналдырамыз да ішкі жағынан 2 см қалдырып өлшеп аламыз. Сонымен қатар королевский барқыт матасынан ішкі жағына 4 бұрышты мата керек болады. Сол үшін ұзындығымен енін өлшеп аламыз. Сыртын қаптайтын матамызды қиып, екі жағын қосып тігіп алдық. Мен де осылай 2 тігіс түсірдім. 2 тігісті 2 қапталына жасайтын боламын. Осылай жақсылап сыртын қаптап аламыз. Қаптап болғаннан кейін ішкі жағынан строительный степлермен осылай ұстатып шығамыз. Неке үлкен корзинамызды жасап болғаннан кейін кіші корзинаға дәл солай жасайтын боламыз. Корзинаның ішін жасап болғаннан кейін астыңғы жағын тартып тұрып степлермен тағы ұстатып шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді кіші корзинаны дәл солай жасаймыз. Екі корзинаның ішін сыртын степлермен ұстатқаннан кейін үлкен корзинаның ішіне матасын ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз. Екі матаның қосылған жерін көрсетпеу үшін тесманы клейлеп шығамыз. Яғни тартып тұрып клейлесеңіздер өте әдемі шығады. Әзірше үлкен корзинаның ішін жасаймыз, астын қаптамаймыз және кіші корзинаны астын үстін қаптамай тұрамыз. Корзинамызды әрлеп аламыз. Ол үшін маған осындай мата керек болады. Клейді корзинаға жағып аламын. Соның үстінен осындай қалдық матаны толқынды тәріздес өстіп ирелеңдетіп жабыстыратын боламын. Видеода көрсетілгендей етіп, әрқайсының арасына осылай шамалы ғана клейден жабыстырып шығамын. Матамызды әр қайрылған бағытына қайырып аламыз да ағылшынша В әрпі тәріздес кішкене қисайтып тұрып жабыстыратын боламыз. Міне астыңғы жағына осылай клейін жағып алдым да өстіп жабыстырып шығамын. Енді екінші жағын жабыстырамыз. Екінші жағын жабыстырған кезде жалпы ирелеңнің бағыты екеуі екі жаққа қарап тұрғаны әдемі көрінеді. Енді осылай шовты білдіртпес үшін үстінен имитация стразды жабыстырып шығамыз. Мінекей барлығын әрлеп болдық. Енді барлық шовтардың бәрін жасыру үшін бізге метрлік полустразы, яғни метрлік жарты моншақтарды шовтардың үстінен жаймен басып жабыстырып шығамыз. Және осы әрлеуді екі корзинаға да бірдей етіп жасаймыз. Өте әдемі көрінетін болады. Әр түрлі қылып әсемдесеңіздер де болады. Күміс түрде де әдемі болып шығады. Мінекей барлығын жабыстырып болды. Қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Енді кішкентай корзинамыздың түбіне фетрді жабыстыратын боламыз. Фетрді әдемілеп жақсылап жабыстырып аламыз.
Жабыстырып болғаннан кейін артық жерін осылай қайшымен қиып тастаймыз. Енді осы жердің шофтын көрсетпес үшін имитация страздың бір қатарын ғана жабыстырып шығамыз. Мана 2 қатарын жабыстырсақ, енді кезекте бір қатарын жабыстырып әдемілейміз. 2 корзинаның ортасын ұстату үшін мен қалыңдығы 4-4, ұзындығы 35 см ағашты алдым. Сыртын матамен, ыстық клейдің көмегімен ұстататын боламын. Және қосылған жерге имитация стразбен жабыстырып шықтым. Корзинаның 2 жағынан да диагоналын шығарып, орта нүктесін табамын да жаңағы ағашымызды осыған қатыратын боламын. Үлкен корзинаның ішкі жағынан қатыратын боламын. Сол үшін ішкі жағын жабыстырып дайындап алдық. Барлығын қазір видеодан көретін боласыздар, сол кезде түсінікті болады. Саңырауқұлақ тәрізді ағашты ішіне ұстатып тұрып, саморезбен қатырып аламыз. Мінеке саморезбен қатырып қойдық. Енді кіші корзинаның ішкі диагоналын тауып аламыз. Ішкі және сыртқы диагоналын тауып болғаннан кейін оны үстінен қатыратын боламыз. Мінеке 25 мл саморез және шуруповертпен осылай қатырып шығамын. Мықты қатыру үшін мен осылай бір 8-10 шақты саморезбен қатырып шығамын. Кіші корзинаның ішін, үлкен корзинаның ішін жасаған секілді ақ матасымен тесмасын жабыстырып дайындап қоямыз. Үлкен корзинаның астына фетр жабыстырамыз және қиып шофтарын осы имитация страздың бір қатарымен жабыстырып шығамыз. Үлкен корзинамыздың 4 бұрышына 4 аяқ саламыз. Бір аяққа 2 шуруптан қатырамыз. Бұны жай ғана отверткінің көмегімен жасасаңыздар да болады. Міне қосымша осындай әдемі дайын бұрыш сатып алдым және шашақ. Шашақтың жібі өте ұзын, оны осылай байлап қысқартып алдым да үстіне ыстық клейімізді жағып, қақ ортасына жабыстырып қоямыз. Дәл осылай үлкен корзинасына да және кіші корзинасына да жабыстырып шығамын. Фатинді байлайтын бантик дайындаймын. Ол үшін маған кез келген жалпақ лента керек болады және фетрді осылай жалпақ лентаның көлемімен кесіп аламыз. Содан кейін кез келген гүл, менде пионы өте әдемі көрінетін болады. Осылай 3 гүлді қосып, үстіне жапырақтарын салып дайындап қоямын. Гүлдерді бір-біріне жабыстырып кептіріп болғаннан кейін фетрдің үстіне молынан клейін жағып, гүлдің үстіне жабыстыратын боламын. Жабыстырып болғаннан кейін оның үстіне тағы клей жағып, лентамызды жабыстырып кептіріп қоямыз. Кіші корзинаға 1-1,5 см фатин қолданамыз, ал үлкен корзинаға 2-1,5 см фатин қолданатын боламыз. Мінеке гүліміз дайын болды, қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Мінеке 2 этажды корзинамыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Ғалымқызы, жақсы күндерде кездескенше. Сау болыңыздар.